мынау енді жігіттер жамағат бұл өлеңші негізі. Мынау қазір мағынасына сөзіне қарап отырсаңыздар, сонау қуғын сүргінге ұшыраған қазақ атамыздың айтқан сөзі ғой. Мынау жаңа айтып отыр ғой, атты емеспіз жаяумыз, жаяудан да баяумыз деп. Жалаң аяқ суғын қыстың күні жалаң аяқ жолға жүрген. Әке шешем бар еді, жасы келген кәрі еді дейді. Ал және әке шешесі болған қары, бірақ ауылдағы болған ғой. Қанша қазақтың қара көздерін не істеді сол кезде? Қудалаумен кеткен. 15 күндік жүргенде омбы жаққа таяумыз дейді да. 15 күн бойы жаяулатқызып сүріп итжеккенге жіберді дейді ғой. Сол көзге кеткеннің мынау кетіп жүріп айтқан әні ғой мынау кісінің. Осы қазір халықтан халыққа, ауыздан ауызға әдебиет болып жетіп келген дүниесі ғой. Содан ғой. Демек сізден бір әндіңіз. Бұл негізі бұл Макс бір не айтып қойын сізге, ключевой. Бұл әңгімен бастайсыз ғой, іс бастайсыз. Енді ағайындар мынау енді қазақ атамыздың деп бастайсыз да, осы оқиғаны айтып жібересіз. Бәрі ойланғаннан кейін мына сөз кетсе, мен негізі бірінші рет естіген кезде жыларман болып естіген бар ғой, жыларман болып. Қалай? Кейін тағы... Онда сізді қазылға еріп жүрсін да? Қайтадан айтасыз ғой сен. Жайды тағам. Жоқ, бұл өте ауыр өлең ғой, қазақтың несінде қалған, қандай өлеңдер бізге ол